Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Достар, сіздердің араларыңызда қару-жарақтар, мылтықтар, аң аулаумен қызығатындар бар ма? Интернеттегі сайттарды қарап жатып, жақында Флорида штатында болатын бір өте қызықты көрмені тауып алдым. Ол көрме қару-жарақтардың, мылтықтардың, пистолеттер, граната, бронежилет, басқа да құралдардың Америкада жасалған қару-жарақтардың көрмесі екен. Егер де сіздерді осы көрме қызықтыратын болса, мен осы видеода қызықты ақпараттарды беріп өтемін. Және де қалай Америкаға, Флорида штатына осы көрмені көруге баруға болады, және де 10 жылға Американ визасын қалай алуға болады, сол жөнінде айтамын. SHOT Show немесе The Shooting Hunter Outdoor Trade Show, қазақша ату және аң аулау қару-жарақтардың көрмесі деп аталатын бұл дүниежүзіндегі ең үлкен аң аулау, қорғану және де спорт атыс қару-жарақтарының көрмесі. Алдағы келе жатқан көрме Флорида штатындағы Нью-Версдейл қаласында келе жатқан мамыр айының 27 мен 28 аралығында өтеді. Жалпы Америка құрама штаттарында басқа да Орландо, Лас-Вегас секілді ірі қалаларда осындай атыс қару-жарақтарының көрмесі жиі ұйымдастырылып отырады. Көрмеде келесі категориядағы әскери техникалардың түрлерін көруге болады. Олар атыс қару-жарақтардың, амуниция, оқ-дәрілердің, оптика және де дәлдегіш құралдарының, арбалет және садақтардың, аяқ киім және де жауынгерлік киімдердің және басқа да аңшылық және туристік товарлардың. Көрмеге дүние жүзіндегі 100-ден аса елдердің өкілдері, бизнес және де жеке тұлғалар келеді. Оның ішінде Қазақстаннан да баратындар бар. Көрмеде қару-жарақтардың көрсетілімінен бөлек осы тематикаға қатысты басқа да семинар, тренинг сабақтар өткізіледі. Алдағы болатын көрмеде сіздер өз көздеріңізбен Америка құрама штаттарының Украина әскеріне беріп жатқан, толығырақ айтсақ, киіндіріп жатқан барлық амунициялар мен қару-жарақтарын да көре аласыздар. Олар әйгілі глок пистолеті, штормовой винтовкаларын AR-10 және де AR-15, әйгілі М16 және де Switchblade атты дрон камикадзесін. Достар, жалпы бұл тақырыпты айта берсек өте көп. Америкаға барып қару-жарақтарды өз көздеріңізбен көріп қайтқанға әрине еш нәрсе жетпейді. Ал енді USA Gun Showға қалай қатысуға болады? Ең бірінші веб-сайт арқылы көрмеге тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін Американ визасына тапсырамыз. Американ визасынан тапсырып, Американ визасын алғаннан кейін Алматыдан Нью-Йоркке, Нью-Йорктен Майамиге билет сатып аламыз. USA Gun Show көрмесі алдағы келе жатқан мамырдың 27 мен 28 аралығында болады. Көрменің процесі келесідей болады. 27 мамыр күні таңғы сағат 9:00 менен 5:00 аралығында көрме уақыты болады. Яғни көрмеге барып, емін-еркін жүріп, таңнан кешке дейін қару-жарақтарды көріп қайтсаңыздар болады. Видеоға түсіруге, қолыңызда ұстап көріп, суретке түсіруге де болады. Егер қару-жарақтарды сатып алудан бұрын тексеріп көргіңіз келсе, таңғы сағат 10:00 менен 11:30 аралығында және түстен кейін 1:00 менен 1:30 аралығында атыс уақыттары болады. Яғни құны бір адамға $55, екі адамға $100 сіздер қару-жарақтарды полигонда атып тексеріп көрсеңіздер болады. Ұнаса сатып алсаңыздар да болады. Visa, MasterCard немесе қолма-қол ақшаға сатып алсаңыздар да болады. Келесі күні 28 мамыр күні де дәл осылай болады. Осы процесс қайталанады. Сондықтан сіздер 2 күн бойы асықпай қару-жарақтардың барлығымен танысып шықсаңыздар болады. Достар, Америкаға осы USA Gun Show көрмесін көруге барларыңыз келетін болса, төмендегі нөмірлерге хабарласыңыздар. Уақыт аз қалды, кеттік.